Баяғыда бір әдемі үйде мақтағыз өмір сүріпті. Оның сөп сүйкімді мысығы болған екен. Мақтағыз өте ұқыпты, тазалықты жаны сүйетін қыз болған екен. Бір күні мақтағыз үйін жинап жүріп, еденнен тәтті бір мейіз тауып алады. «О, қандай тәтті мейіз!» дейді. Мысық, келші бері. Мысығына мейізді бөліспекші боп шақырады. Бірақ ол келмеген соң өзі жеп қояды. Сол кезде мысық үйге кіріп келеді. Мяу, мақтақыз мені неге шақырдың? Дейді мысық. Өзің ғой келмей қойған. Айтпасаң мен сенің қатығыңды төгем. Дейді де мысық үстелдің үстінде тұрған сүтті төгіп тастайды. Онда мен сенің құйрығыңды кесіп аламын. Мақтағыз мысықтың құйрығын кесіп алады. Мақтағыз, құйрығымды берші, деп мысық жылайды. Сен маған Сүтімді алып кел, сосын беремін. дейді де мысық сиырға сүт алуға кетеді. Сен маған сүт берші. Деп мысық сиырға айтады. Сонда сиыр Сен маған жапырақ алып кел. дейді. Сосын мысық ағашқа барады. Ағаш, маған жапырақ берші. Деп айтады. Сол кезде ағаш Сен маған су алып кел. дейді. Сосын мысық су алуға қыздарға барады. Ол қыздардан Маған су берші. деп сұрайды. Сонда қыздар Бізге сағыз алып сонда ғана су беретінін айтады. Сағыз алу үшін мысық дүкенге барады. Сағыз берші, дейді. Сен маған жұмыртқа алып кел. Дейді дүкенші мысыққа. Маған жұмыртқа берші, деп мысық жұмыртқа алу үшін тауықтарға келеді. Бізге дән алып кел. Сосын мысық ән қазып жүрген тышқанға барады. «Ініңде не бар?» деп мысық тышқанға бас салады. Менде тек тары бар. Дейді тышқан. Сосын бір кесе тары салынған ыдысты мысыққа береді. Мысықтың қуанышында шек жоқ. Ол бір кесе тарыны билеп жатқан тауықтарға апарып береді. Тауықтар қуанып келіскендей оған жұмыртқаны береді. Бәрі бірге билейді. Мысық жұмыртқаларды алып дүкеншіге береді. Дүкенші риза болып, оған сағызды береді. Мысық сағыздарды алып, қыздарға апарып береді. Қыздар да риза болады. Қыздар мысыққа шелегіне су толтырып береді. Мысық шелектегі суды алып, ағашқа апарып құяды. Ағашта қуанып мәз болады. Ол мысыққа жапырақтарды береді. Мысық жапырақтарды алып, сиырға алып келіп береді. Ал сиыр болса, уәделескендей оған бір шелек сүтті береді. Мысық ақыры сүтін алып, үйге алып келеді. Оны мақтағызға береді. Жарайды, құйрығыңды ала қой деп құйрығын береді. Сонымен мақтағыз бен мысық қайтадан дос болады. Уәдеңді орындасаң, достық әрқашан сақталады. Балақай, ұнаса каналға жазыл.